Бірге арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін менде Токабокада жаңа обновление шықты. Сіздер білмесеңіздер, тез көшіріп алыңыздар. Және де осындай үйде бар, то есть ресторан. Біз қазір осыдан сіздермен бірге ресторан жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Достар, мен өзім де әлі көрмедім. Ашқаннан кейін сразу сіздерге видео түсірейін деп шештім. Міне достар, алдымен көрсетіп шығайын. Міне өте керемет, прям қараңыздар, просто керемет. Және де достар, менің даусыма мән бермеңіздер, мен жаңа ғана тұрып видео түсіріп жатырмын. Мәссаған достар, қарасаңыздар, өте керемет. Столчиктарын қарайық. О, керемет. Міне осындайлар. Мә достар, керемет қой мынау вообще. Мынау не? Білмеймін, түсінбедім, короче. Мынау типа тамақ жасағанға идеялар, міне. И мындай бар екен. Достар, мынау не ғой, типа түсінікті, сіздер де білесіздер деп ойлаймын. Керемет өте. Достарынан қарасаңыздар. Жарайды, келесі. Мә достар, мынау керемет вообще. Кухняда барлық затқа шығыпты. Және де мынандай диванчик шығыпты. Гүлдерден осындай гүлдер шығыпты. Бұлар әлі шықпаған. Мә достар, қараңыздар, просто керемет. Мынау нечек. Мынаны түсінбедім, короче. Типа пицца тасуға мынау дегендей. О, менюлар. Мындай менюлар бар екен. Мындай типа тоже. Мынаны қай жаққа қойсақ болады, білмеймін даже. Короче, достар, өте керемет заттар келген. Люстраларды қараңыздар. Короче, ал ендеше біз ресторан жасауды бастайық. Давайте, достар, мына жақ, может быть, андай ванна жақ болады. Почему-то қара жоқ, осылай бола берсін. Ваннада алайда еш нәрсе өзгермеген. Типа тамақ ішіп болғаннан соң уже жуынуға да. Не, осындай қылдым. Осындай қылсам нормально деп ойлаймын. Вот, ал мына жақ уже олардың жасайтын орны. Мында жылжытайық. Так. Және де достар, мына жаққа мындай картинкалар қойып қойсақ болады екен. Мында қойып қояйық. Жоқ, мыналарды өздерінің типа жасайтын орындарына қояйық. Не надо. Типа достар, осылай қылып. Не достар, мен осындай қылып жатырмын. Мына жаққа типа душ жуатын кресер деп ойлаймын. Енді қазір құрал жабдықтарын қоямыз. Не достар, мен осылай қойып жатырмын бір-бірлеп. И мен ойлап тұрмын мына жаққа что мындайма қоямыз деп. Себебі бұған кеселерді типа қойып қояды соған. Или кеселерді емес, даже мындайларды қойып қоюға удобно болады. Міне достар, осылай қойып шығамыз. Например, мынаны қояйық мында. И осылай қазір мынаны қоямыз. Мындай тұрсын бұл. Мындай типа дақтарды қойып қояйық. Мысалға, міне су төгілген сияқты болып тұрады. Бұны вроде мына жаққа қойып қойсақ, прям қатты ұқсайды. Міне осыдан типа су төгілді. Міне достар, осылайша біздің неміздің басы осылай шығып жатыр. Мен астына осылай қойып шығамын деп ойлап тұрмын. Мынаны и потом мында қояйық. Міне достар, бұлардың жұмыс жасайтын жері. Ал мына жаққа мен ойлап тұрмын. Бұл жаққа идея жоқ, сондықтан да мен осылай қойып қойдым. Бұған мысалы құрал жабдықтарды қояды немесе істеліп болған тағамдарды қояды. Ал енді достар, бұл важный нәрсе. Адамдар отырып істейді, тамақ жейтін да істейміз, короче. Давайте достар, далаға да істейік, далаға типа осылай. Далада шай ішетіндер болады. Шай дегенде далада ішкісі келетіндер болады. Сол үшін осы дастархандар далада отыратын адамдарға арналатын болсын. Мындай стол қояйық.
Міне бұл жерде далада тағам далада ішетін, ал мына жерде мұртта ішкісі келмейтіндер болады. Сол үшін бұл дастархан далада ішкісі келмейтіндерге. Мына жаққа бір үлкен дастархан қояйық. Достар, мынандай білесіздер ме? Бұл типа семьясымен отыратындарға болсын. Достар, мен де дайын болдым. Қалай ойлайсыздар, қандай? Достар, бәрі біледі деп ойлаймын. Андай салфеткалар тұратын, бірақ бұл тока-бокада салфеткалар жоқ, сондықтан да мен салфетканың орнына осындайларды қойып жатырмын. Яғни бұл бізде нандар. Және де достар, мына жаққа мен жеміс-жидектерді қойдым. Оттада біздің ресторанымыз дайын болды. Өте керемет деп ойлаймын. Менің өзіме ұнады. И достар, мына жаққа тоже бір-бірлер қосамын. Келесіде давайте достар осы ресторанымызға қонақ болып бара аламыз. Немесе жұмыс істейміз. Комментарийға жазып кетіңіздер, жұмыс істейін бе, әлде қонақ болып барайын ба? Достар, осы видеоны лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока. Достар, кейін осы гүлдермен әсемдеп шыққан болатынмын.